Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Бүгін сіздерге күнделік KZ сайтында оқушылардың табелін қайдан және де қалай шығаруға болатынын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтуді ұмытпаңыздар. Біз енді табелді шығару үшін мектеп деген бөліктегі есептер деген жерді таңдай отырып, үлгерімі деген бөлімдегі оқушылар деген жерді басасыздар. Сосын сіздерге осындай бет ашылады, жылы таңдалып тұрады. Сіздер сыныпты таңдайсыздар. Одан кейін астында оқушылар деген жерде сіздің сыныбыңыздағы оқушылардың барлығы тізімі тұратын болады. Оқушыны таңдап, есепті құрастыру батырмасын басасыздар. Одан кейін сіздерге табелдің осындай беті шығады. Яғни табелде шығарылатын бағалар. Сосын басып шығару батырмасын басқаннан кейін табель нөмірі деген жерге оқушылардың табелдің өздеріңіз жазып алған нөмірді жазасыздар. Сосын тәртібі деген жерге 1-ші тоқсан және 2-ші, 3-ші, 4-ші тоқсанға үлгерімі қандай болды. Үлгілі болса үлгілі, жақсы болса жақсы деп жазасыздар. Ал жылдық пен қорытындыға қажеті жоқ. Себебі оны жазсаңыздар да шығармайды. Сосын педагогикалық кеңестің шешімі деген жерге өздеріңіздің шешімдеріңізді, яғни нөмірін, бұйрықтың жазатын боласыздар. Осыны жазып болғаннан кейін басып шығару батырмасын басып, осындай PDF форматында документ шығатын болады. Осын сіздер сақтап алсаңыздар да болады, немесе печат бөлімін басып, осылай өздеріңізге қажетті бетін, бірінші бетін шығарып, одан кейін екінші бетін артқы бөлігіне шығарсаңыздар болады. Видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер.